Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі видео сабақта балалармен диагностика барысында қолданылатын эмоциялық карточкалармен жұмысты көрсетемін. Эмоциялық карточкалар балалармен психологиялық жұмыста олардың ішкі күйін, сезімін және өзін-өзі түсіну қабілетін анықтауға арналған өте тиімді құрал. Әсіресе эмоциясын сөзбен жеткізе алмайтын, тұйық, ұялшақ немесе сөйлеу тілі кешеуілденген балалармен жұмыс жасағанда үлкен көмегін береді. Бұл әдіс арқылы бала өз сезімін сурет арқылы танып, оны сөзбен айтуға үйренеді. Сондай-ақ карточкалар психолог пен баланың арасындағы сенімді байланыс орнатуға ықпал етеді. Өйткені ойын түрінде тапсырмалар баланың ішкі қарсылығын азайтып, еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Эмоциялық карточкаларды 3 жастан 12 жасқа дейінгі балалармен қолдануға болады. Бала белгілі бір эмоцияны қашан, не себепті сезінетінін әңгімелей алады. Психолог бұл карточкаларды қолдану арқылы баланың қандай эмоцияларға жиі назар аударатынын, қандай сезімдерден қашатынын, отбасындағы эмоционалдық ахуалды және оның өзіндік реакцияларын байқай алады. Нәтижесінде бала өз сезімін тани білуге, оны дұрыс жеткізуге және өз мінез-құлқын реттеуге үйренеді. Балалармен жұмысты қалай жүргіземіз? Алдымен баланы жайлы ортаға отырғызамыз. Психолог жылы сөйлеп, баланың сезімін арттыруға тырысады. Егер бала алғаш рет келіп отырса, алдымен қысқа әңгіме немесе шағын ойын арқылы қарым-қатынас орнатқан жөн. Содан кейін үстелге эмоциялық карточкаларды жайып қоямыз. Әр карточкада адамның немесе баланың түрлі эмоциядағы бет-әлпеті бейнеленген болады. Мысалы, мына жерде көріп тұрғанымыздай қорқу, ашулану, ренжу, таңғалу деген секілді. Өз кезегінде психолог баладан былай сұрайды. Қарашы, мұнда әр түрлі күй бейнеленген. Сенің ойыңша бұл бала не сезіп тұр? Қай суреттегі бала қазір сен сияқты? Қай кезде сен осылай боласың деп біз баладан сұраймыз. Егер бала жауап беруге қиналса, бірнеше нұсқа ұсынып, жеңілдетуге болады. Мысалы, бұл бала ренжіген сияқты ма, әлде қорыққан сияқты ма? Немесе, мына суреттегі бала неге күліп тұр, қалай ойлайсың? Бала таңдаған карточка арқылы өзінің ішкі күйін бейсаналы түрде көрсетеді. Психолог оның таңдауын, дауыс ырғағын, бет әлпетін, эмоцияны сипаттауда қолданылған сөздерін бақылап жазып отырады. Кей жағдайларда бала эмоцияны танып, танымай және оны жеткізе алмай жатқан жағдайда үшінші жақта сұрауға болады. Мысалға, балаға мына карточканы көрсетіп, мына бала қазір қуанып тұр. Қалай ойлайсың? Бұл баланы не қуантып тұр? Бұл бала қандай жағдайда қуанады деген секілді сұрақ қойып көріңіз. Бала суреттегі бала туралы айтып тұрмын деп ойлайды, негізінде бейсаналы тұрғыда ол өзі туралы айтып отырады. Кейін жұмыс барысында тереңдетіп сұрақ қоюға болады. Сен осылай болғанда не істейсің? Кім сені осылай ренжіткен еді? Немесе бұл сезімді жақсы көресің бе, әлде ұнамай ма деген секілді сұрақтарды қоямыз. Егер бала бір эмоцияны жиі таңдай берсе, мысалы реніш, қорқыныш деген секілді, бұл оның ішкі уайымының немесе тұрақты эмоциялық күйінің көрсеткіші болуы мүмкін. Сабақ соңында психолог карточкаларды жинап, баламен бірге қорытындылайды. Бүгін біз түрлі көңіл күйді таныдық. Сен өзіңнің қандай сезімде болатыныңды айтып бердің. Енді келесі жолы басқа эмоцияларды зерттейміз, жарайды ма деп аяқтаймыз. Осылайша эмоциялық карточкаларды қолдану тек диагностика үшін емес, сонымен қатар түзету және эмоциялық сауаттылықты дамыту құралы ретінде де қызмет етеді. Әрбір карточкаға сұрақтар тізімі бар. Мысалы ретінде қуану карточкасын балаға көрсетіп, мына сұрақтарды қойсаңыз болады. Соңғы рет сен не үшін қуандың? Қуаныш сені қандай түспен елестетеді? Қуанғанда денең не істейді? Жүгіргің келе ме, әлде билегің келе ме? Қуанышыңды кіммен бөліскің келеді? Қуанышты күн қалай өтеді деп елестетесің? Келесі ренжу. Балаға осы ренжу карточкасын көрсетіп, сені біреу ренжіткенде не айтқың келеді? Саған ренжіген біреу болғанын сезіп көрдің ба? Ренжіп тұрған адамға қалай көмектесуге болады?
ренжісең өзіңді қалай жұбатасың деген секілді сұрақтарды қоюға болады. Келесі ашулану. Ашуың келсе, не істеу саған көмектеседі? Ашуға булыққанда сөйлеу оңай ма, әлде қиын ба? Ашулы кезіңде біреу түсінбей қалса, не істер едің? Ашуыңды сыртқа шығару үшін не жасайсың? Ашуланған соң не сезесің? Шаршау ма, әлде жеңілдік пе? Міне осы сұрақтарды балаға қойып, оның ішінде болып жатқан дүниемен танысуға болады. Одан басқа, баламен әңгімелесу барысында өз эмоциялары туралы айтқан кездегі қысымды байқасаңыз, осылай балауыздарды пайдалана отырып, тыныс алу жаттығуларын кеңес барысында қоссаңыз болады. Қорқу, қуану, мына жақтан жиіркену, жарайсың, ренжу. Молодец. Қорытындылай келе, эмоциялық карточкалар балалармен психологиялық жұмыстың барлық бағытында ең қолжетімді әрі тиімді құралдың бірі екенін айтқым келеді. Әр эмоция баланың тілсіз хаты, ал әр бала тыңдауы қажет әлем. Мен көрсеткен әдіс сізге осы жолда үлкен көмекші. Кезекті дәрісіміз ұнаса, лайк басып, бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.